В сетях начали распространять там, вот, привезли СОБР там. Әлеуметтік желілерде арнайы жасақты әкелді, полицияны әкелді деген ақпарат таралып жатыр. Шын мәнінде арнайы жасақ оқыс жағдайдың алдын алған жоқ па? Арнайы жасақ бола тұра бір адам зардап шекті. Ал егер тәртіп сақшылары ол жерде болмаса, не болар еді? Қоғамдық тәртіпті бұзушылыққа жол бермеу полицияның басты міндеті. Енді осы жылдан бастап 24 жылда бізде 11 адам әкімшілік құқықтық бұзушылыққа тартылды. Одан басқа хулиганствомен бір қылмыстық іс қозғалды. Ол әлі біткен жоқ. Өйткені соңғы күндері Маралды ауылының тұрғындары енді шынымен де сол фабрикаға салынып жатқан баса көктеп барып, дене жарақатын салуға дейін барғаннан кейін бұл тоқтатылды. Дер кезінде біз осы құқық бұзушылықты тоқтатып, қылмыстық іс қозғадық.